саламатсыздар ма? Екінші дәрісіміздің тақырыбы сөз жасамның тілдің басқа салаларымен байланысы. Сөз жасам тіл білімінің ең маңызды және белсенді салаларының бірі. Бұл сала жаңа сөз жасау заңдылықтарын, сөз тудырушы құралдарды, жұрнақтар, қосымшаларды, олардың мағыналық ерекшеліктерін зерттейді. Тіл дамып отыратын құбылыс. Сондықтан жаңа ұғымдарға атау беру үшін сөз жасам үнемі қозғалыста болады. Сөз жасам морфология, лексикология, синтаксис, фонетика және стилистикамен тығыз байланыста дамиды. Сөз жасам мен морфологияның байланысы. Морфология сөздің құрылымын, грамматикалық формаларын зерттесе, сөз жасам жаңа сөздердің пайда болуын, жасалуын зерттейді. Яғни жаңа сөз жасалған соң оның морфологиялық тұлғасы талданады. Мысалы, білім, білімді, білімсіз, білімпаз. Оқу етістігі шыржұнақ арқылы оқушы зат есімге айналады. Ал сөз жасам мен лексикологияның байланысы екеуі де тілдің сөз байлығын, сөз мағынасын зерттейтін салалар. Сөз жасам жаңа сөздер жасалу жолдарын қарастырады, ал лексикология сол сөздердің мағынасын, қолданылу аясын зерттейді. Сөз жасам арқылы жасалған жаңа туынды сөздер лексикалық қорды толықтырады. Мысалы, жаз сөзінен жазушы, жазба, жазғы, жазылым, бұлар жаңа мағынаға ие лексикалық бірліктер. Сөз жасам мен синтаксистің байланысы. Синтаксис сөз тіркестері мен сөйлем құрылысын зерттейді. Сөз жасам синтаксиспен байланысты, себебі кейбір күрделі сөздер сөз тіркестері негізінде жасалады. Мысалы, ауызбірлік, теміржол, су тартқыш деген сөздер күрделі сөздер, яғни екі сөздің бірігуі тіркесу жолы арқылы күрделі сөздер туындап тұр. Синтаксистік құрылымдар лексикалық бірлікке айналып, сөз жасам арқылы жаңа сөз туады. Сөз жасам мен фонетика. Сөз жасам мен фонетика тығыз байланыста дамиды. Өйткені жаңа сөздер жасалғанда дыбыстық өзгерістер жиі кездеседі. Фонетика дыбыстардың жасалуын, өзгерісін зерттейді. Ал сөз жасам кезінде сол дыбыстар өзгеріске ұшырауы мүмкін. Фонетикалық құбылыстардың көрінісі сөз жасамда, мысалы, дыбыстардың түсірілуі, эллипсис, екі сөз бірігіп, бір дыбыс түсіп қалады. Мысалы, сарыөзек. Ол біріккен кездегі екі дауысты дыбыстың біреуі түсіп қалып, о дыбысы естілмейді, сарыөзек деп айтылады. Және де дыбыстың алмасуы, сөздің құрамындағы бір дыбыстың өзгеріске ұшырауы. Ықшамдалу бойынша қосымша жалғанған кезде сөз ықшамдалып айтылады. Мысалы, бара алмады дегенде бармады деп дыбыстар ықшамдалып, фонетикалық өзгеріске ұшырайды. Дыбыстардың қосарлануы арқылы да кейбір сөз жасам формаларында дыбыс қосарлануы кездеседі. Мысалы, жақсы адам дегенде екі сөз тіркесі ретінде емес, жақсы адам деп бірге қосарланып, бір тұтас сөзге айналып естіледі. Сөз жасамның семантикамен байланысы. Сөз жасам семантикамен де өте тығыз байланысты. Сөз жасамда жаңа сөз жасалған кезде оның мағынасы да өзгереді, немесе жаңадан мағына қалыптасады. Мысалы, бала сөзі, балалық. Балалық болған кезде ол баланың негізгі мағынасынан басқа екінші мағынаға ауысып, жаңа жас ерекшелігін білдіретін жаңа бір мағына пайда болады. Көзқарас, бұнда да абстрактылы мағына қалыптасады. Семантика осы жаңа сөздердің мағынасын, қолданыс ерекшелігін, дамуын зерттейді. Сөз жасам мен стилистикада тығыз байланысты. Сөз жасам арқылы жасалған сөздер әртүрлі стильдік реңкке ие болып, тілдің әсерлілігі мен бейнелілігін арттырады. Мысалы, жазғыш, ішкіш, яғни бұлар тұрмыстық, бейресми реңк береді. Қаламгер, ойшыл, бұлар көркем әдеби стильде қолданылады. Сол сияқты салыстырмалы деген сияқты ғылыми стильге тән сөздерде кездеседі. Сонымен қорыта айтқанда, сөз жасам тіл білімінің барлық негізгі салаларымен тығыз байланысты. Ол арқылы жаңа сөздер жасалып, олардың мағынасы, дыбыстық құрылысы, грамматикалық түрленуі, сөйлемде қолданылуы, стильдік реңкі анықталады. Сондықтан сөз жасам тілдің дамуы мен байлығының негізгі көрсеткіші болып табылады. Түсінік тексеру сұрақтары. Қарапайым сұрақтар арқылы мәтінді қаншалықты түсінгенімізді анықтаймыз. Сөз жасам мен морфология арасындағы басты айырмашылық неде? Синтаксис пен сөз жасам қандай негізде байланысады? Жұрнақтардың дыбыстық варианттарын зерттейтін тіл білімінің саласы қалай аталады? Туынды сөздер қай салада қарастырылады? Морфология мен сөз жасам неге ұзақ уақыт бір сала ретінде қарастырылып келді? Келесі салыстыру тапсырмасы. Төменде берілген кестені толтыру арқылы сөз жасам мен морфологияны салыстырамыз. Зерттеу нысаны қандай морфемаларды қарастырады,
қызметі, ұқсастықтары және айырмашылықтарын жазып шығамыз. Келесі терминдермен жұмыс тапсырмасы. Төменде берілген терминдерге қысқаша түсініктеме жазамыз. Морфема, жұрнақ, туынды сөз, синтаксистік тәсіл, морфонология. Келесі шығармашылық тапсырмаға назар аударамыз. Бұл тапсырма білімді қолдануға бағытталған. Сөз жасам мен тіл мәдениеті тақырыбында 80-100 сөздік шағын эссе жазамыз. Өз мысалымызды келтіре отырып, бір түбір сөзден бірнеше туынды сөз жасаймыз және оларды талдап шығамыз. Талдау тапсырмасы мәтіндегі ақпаратты жүйелеуге арналған. Мәтінде сөз жасамның қандай салалармен байланысы аталғанын тізімдеп, әрқайсысымен байланысын бір-екі сөйлеммен сипаттаңыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.